Бірінші тапқан бағалы затымыз қорғасын свинец. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нұрали. Бүгін ар жақта свалка сияқты жер бар. Сол жерден бағалы заттарды іздеп көретін боламыз. Барлық шыққан заттарды сіздерге көрсететін боламын. Бүгін ұзақ уақытқа шықпаймын. Видео ұзақ болады деп ойламаймын, бірақ шыққанша заттар шығар. Ал кеттік. Мына жақтарды қарап жатырмын. Бетон бәрі, айналым бәрі. Ағаш, шөп. Алынса күшті болар еді. О, арматура. Велосипедке апарайын. Ауыр арматура. Алынбайды деп ойлап едім. Қазір. Міне достар, жаңағы арматура. Вектің педалімен салыстырғанда қандай үлкен екенін көрініп тұр. Жаңа қолғапты киюді ұмытып кеттім. Арғатай іздеуімізді жалғастырайық. Осыны темірлер таптым, бетонын ұрған, біреу сындырған. Бұндайды аламаймыз. Арасын қарап жүрмін. Кірпіш, стройканың заттары. Мына тағы бетон. Алынам екен. Жоқ, алынбайды екен. Бұған кесетін зат керек. Міне көріңіздер, қандай мусор свалка, бетон, темір, қалдықтар, кірпіш бәрі жинап қапты. Арасынан темір іздеп, бағалы ватонь, тамыз іздеп көрейін. Мұнда жүріп бір тал алюминий таптым. Алюминий электротех дейді бұны орысша. Ай-бой. Міне осындай. Тағы бір алюминиевый провод таптым. Бұны біз аламыз. Велосипедті ағашқа барып кеттім. Қазір ана дөңдерге шығып көреміз. Ар жақтағы алдында бір свалка көріп тұрған сияқтымын. Және де осындай бір керемет жерге келдік. Көктем мезгілі, ауа райы керемет болып тұр. Міне достар, алдымда бір свалка тауып алдым. Үстіне шыққанда қандай жолға апаратын білмеймін. Бірақ тез көріп кету керек заттарды тауып. Қорғашы қырғауы кетті. Мынандай темір таптым. Қазір алып кетем.
мында ватум бар кішкене, және де ішінде не алюминий, не мыс болады. Қазір осы жерде ішін ақтарып көрейік. Чекпот достар, мыс екен, таза. Бір шетін тіліп көрдім. Міне сіздерге камера көрсеткенше көрсетіп отырмын, бірақ анық түспей тұр. Үйге барып ашимыз. Мыстан бөлек сол өзінің басында ватум бар. Осы ватумды табамыз, темірді, турбаны аламыз, және де арматураны алғанша көреміз. Ар жақта мен тез-тез үстіне дөңге шығып кетіп қалған себебім, ол жақ біреудің бір кісілердің жұмыс істейтін жер екен. Ертең бәле шықпасын деп тез-тез көздеріне көрінбей кетіп қалдым. Соны бер жақ свалка болып тұрды, бәрін төгіпті. Көзге түскен тез-тез алып кеттім. Міне, құрметті көрермендер, ішінде алдым, сындырып ватунь, мыс. Бізге нағыз керекті заттар осы. Енді осымен үйге қайтамыз. Сосын үйде сіздерге разбор көрсететін боламын. Іштерін ашып, бөліп, мыс, алюминий, темір деп кеттік. Жолға үйге қайттық. Достарына арматураны тастап кететін болдым. Мына жақта бетоны бар. Оны бетонмен алып жүргім келмейді. Келесі жол бір балғама, бірдеңе алу керек екен. Себебі мұнда өте көп арматура бар бетонда. Енді мына үлкен темірді бір сыйғызып артына. Жолда баны бір арматура көргем, соны алып үйге барып салмағын өлшейміз. Міне арматура алынам екен. Алынды. Міне. Ал мен су баруымен үйге басайық. Осындай картина шығады, осындай видео шығады. Камерамен түсіргенде мен жақтан. Осындай жаман жолды басамыз. Асфальт ар жақта. Темір. Міне айна. И мен күткен асфальт жолман айтан. Достар, біз кеше тапқан заттарымыз 3 темір. Кеше бір темір оны бірақ отыз қапты. Қорғасын. Алюминий. Сосын мыс. Сосын бастарында кішкене ватунь. Алюминий электротех. Қазір темірдің салмағын өлшеп көреміз, және де мыстар мен ватуньды бөлек алып көреміз. Осы табылған қорғасынды мен өзім жинап жүрген ыдысыма салам. Мұнан мен бір апта ішінде тапқам. Бұлардың екі түрі болады. Біреуі қорғасыннан алынады, жасалады, біреуі цинктен жасалады. Мына кішкене ватунь бар, ол сары. Осыны толған соң балқытып көреміз, кейін өткіземіз. Достар, ана алып келген тефальдың басын кестім. Ішіндегі мысты алып жатырмын. Сырты мен ішіндегі резиналар тез алынып жатыр. Қазір сол кішкене қысқа сол мысты тоқтарына мыс алынды осындай. Осыны қазір аламыз, арғаттай ватундарын алып барлық шыққан заттарды сіздерге көрсететін боламын. Достар, бағана мен жолға барып келгем. Сол кезде осындай тоқтаптым. Мыстан екен. Және де тазалап жатырмын. Үстінен
мынандай қатты темірге балғамен ұрсақ тез тазарады. Осыны да мыстардың қатарына қазір қосатын боламын. Сонымен достар, видеоның қорытындысын көрсетіп жіберейін. Табылған 3 темір, негізі 4 темір болған, бірақ біреуі түсіп қапты. Үлкен 2 салмақты темір және де екіншісі арматура, біреуі де біріншісі арматура. Сосын алюминий кішкене табылды, ақ алтын. Және де сосын табылған латун болды. Және біздің басты тапқан затымыз ол қызыл алтын мыс. Жақсы табылды. Әдемі, қып-қызыл оранжевый ғой. Осыны енді өзім жинап жатқан копилкама салайын. Мынау видеоның соңғы бөліктері. Бұл бүгін қараңғыда түсіріп отқан себебім күндіз менде виси болмады. Бүгін сол виси сатып алып келдім. Сіздерге темірдің салмағын міндетті түрде көрсетемін деп уәде бергем видеоның ортасында. Қазір осы карточканың мөлшерін үстінен түйеміз де ортасына ілем. Міне достар, сол таза 3 темір бар емес пе? Соның таза салмағы 6-да 5 келі. Сол өзіміздің 2 арматурамен кесілген темір ауыр болып тұр. 6-да 5 келі. Біраз салмақ болыпты. Енді келесі видеоларымда осы весимен түсіретін боламын. Міне, өзіміздің сол бүгінгі видеода тапқан теміріміздің салмағы 6-да 5 келі. Барсик. Әкел қолды. Бер қолды. Әкел. Бер қолды. Бер қолды. Ой, молодец. Әкел қолды. Ал достар, осы мен видеоның соңын түсірдім. Әкел қолды. Молодец. Ұнаса комментарий жаза кетіңіздер. Тағы да осыны видео түсіретін боламын. Ал онда сәтті күндерде көріскенше. Күн жақсы.